Шаманың кері пропорционалды сипаты. Оқудың бір нышаны қайталау деп айтқан екен Цицерон. Мен айтар едім, бұған қоса, бұл тәжірибе. Біз кері пропорция тақырыбын өткеніміз бартын. Бүгін бұл тақырыпты тереңірек зерттейміз. Ал, бастадық ендеше. Егер екі шама өзара кері пропорционалды тәуелді болса, бір шаманың ерікті түрде алынған екі мәні басқа шаманың сәйкес мәндерінің кері мағынасына тең. Жұмысшы сағатына 42 деталь жасап, 8 сағат еңбек етті. Егер ол сағатына 48 деталь жасаса, онда осы жұмысқа қанша уақыт жұмсар еді? Шешуі, есеп шартына сәйкес кесте құрамыз. Сағатына 42 деталь 8 сағат, сағатына 48 деталь x сағат. Кері пропорционалды тәуелділік бар. Жұмысшы сағатына неғұрлым көп деталь шығарса, дәл осы жұмысқа соғұрлым аз уақыт жұмсайды. Кері пропорционалдық сипатын ескере отырып, былай жазамыз. Жауап: жұмысшы осы жұмысты 7 сағаттың ішінде жасап бітіреді. Тағы бір есеп: хауызды екі құбырдың бірімен толтыруға болады. Бірінші құбыр арқылы секундына 2 литр су ағызылып, хауыз 45 минутта толады. Егер екінші құбыр арқылы хауыз 1 сағат 15 минут ішінде толса, онда осы құбыр арқылы өтетін су жылдамдығы қандай? Есеп шартына сәйкес, бірінші құбыр арқылы хауызға секундына 2 литр немесе минутына 120 литр су құйылады да, хауыз 45 минут ішінде толады. Минутына 120 литр 45 минут, минутына x литр 75 минут. Тағы бір пропорция. Неғұрлым көп оқысақ, екілік соғұрлым аз. Сау болыңдар.